Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ең дәмді және сәтті құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Дастарханға осылай әдемі қылып ұсынатын боламыз. Бұл құймақтардың дәмі өте дәмді және де ішіне салма салсаңыз да жыртылмайтын әдемі текстурамен шығады. Құймақтарға қажетті заттардың барлығын осы жерде жазып өттім және де видеоның астында описанияда толығымен көрсетілген. Бізге қажетті заттарымыз ұн, қант, шымшым тұз, шымшым ас содасы, ыстық су, жылы су емес, кәдімгідей ыстық су қажет болады. Жылы сүтіміз, 3 жұмыртқамыз бөлме температурасында болғаны абзал. 2 ас қасық сұйық майымыз қажет болады. Ары қарай жасауға кірсек, ең бірінші жұмыртқамызды саламыз, одан кейін тұзымызды, ас содамызды, қантымызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Яғни біздің қантымыз толықтай еріп кету керек осы жерде. Одан кейін жаңағы жылы сүтімізді құятын боламыз. Барлығын құйып жүреміз, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қараңыздар, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салатын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз, 3-ке бөліп салсаңыз болады. Яғни ешқандай түйіршік болмайтындай жақсылап араласу үшін біз осылай бөлшекке бөліп салатын боламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін тағы да екінші кезекте ұнымызды саламыз, тағы да барлығын жақсылап араластырып, ешқандай бізде түйіршік қалмау керек ең бастысы. Мінекей біздің тестіміз біркелкі өте әдемі шыққан, ешқандай түйіршік жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Енді тестімізді араластыра отырып, ыстық суды 2-ге бөліп құятын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрып құйыңыз. Одан кейін 2 осындай ас қасықпен сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Тестіміз біздің дайын, 10-15 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Осы уақытта ол өзі қоюланатын болады. Енді ары қарай табамызды қыздырамыз, отқа қоямыз. Құрметті достар, егер де менің каналым сізге ұнап жатырса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Алғашқы құймағымызды пісірмес бұрын алдын ала майды жағып жүреміз табаға, одан кейін май жақпайтын боламыз. Мінекей менің алғашқы құймағым пісіп жатыр. Бетінде осындай тесіктер шыққаннан кейін сіз уже екінші жағына араластырасыз. Құймақтарыңыз осылай әдемі болып, өте сондай тәбетті ашатындай болып піседі. Бұл құймақтардың маған ұнайтын жері, ішіне салма салсаңыздар өзін өте жақсы ұстайды, яғни ешқандай да жыртылмайды. Мысалы, сіз ішіндегі қантын азайтып, бұл жерде біздер 3 ас қасық қант салдық, соң қантын азайтып, 1 ас қасық салып, мысалға, ет ішіне салып ұсынсаңыз болады. Я болмаса, қарапайым сүзбемен де ұсынсаңыз болады, осылай тәтті қылып, өте дәмді шығады және балаларыңызға да қатты ұнайтын болады. Біздің құймақтарымыз дайын болды. Енді мен осылай әдемі қылып дастарханға ұсынғым келді. Дәл осылай орап қойсаңыздар болады. Одан кейін қасына қаймақты және әртүрлі жидектерден менде осындай варенье болды. Вареньені осылай әдемілеп салып дастарханға ұсынған едім. Барлығына өте жақсы ұнады. Міндетті түрде менің рецептіммен пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Бетіне осылай құлпынай қойып жібердім. Барлықтарыңызға ас болсын, назар қойып көргендеріңізге рахмет.